Сәлем достар, мен сендерге бигбонның дайындалуын көрсетемін. Мынандай ашылатын Қазақстанда 10 жыл болыпты келгеніне. Соған реклама қойып қойыпты. Мен бұл бигбонды екі бигбон алыптым. Мен оны 3 кесеге бөлдім. Мынау специя, оны екіге бөлдім. Ана бірі целый біреуге салдым. Так, несінде екіге бөлдім. Потом мынау суповая основасын салдым. Одан кейін осы соусты екіге бөлдім. Осылай. Осыны найым мусорға. Мынау алдында бір китайский супчикеміз. Мынаның дәмі енді күшті. Мен балам шамалы ашын жақсы көреді, соған бола салып жатырмын. Қазір енді кипяток құямыз. Наливаем кипящую воду. Потом закрываем тарелками. Вот такими красивыми тарелками.